Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен керемет печенье әзірлейтін боламыз. Құрамына ұн, жұмыртқа, май, қопсытқыш және қант ұнтағы керек болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шұңғыл ыдысқа қант ұнтағын, бөлме температурасындағы майды және жұмыртқаның тек қана ағын ғана салып, барлығын миксермен немесе венчикпен әбден араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қопсытқыш пен ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Құрамын описанияға жазып кетемін. Ұнды қамырға қанша кетеді, соншалықты саласыздар. Қамырымыз майлы, қолға жабыспайтын, эластичный болады. Дайын болған қамырымызды жайып, печеньенің формасымен кесіп алсаңыздар да болады, немесе стаканмен кессеңіздер де болады. Болмаса мен сияқты мына қолмен дөңгелектеп өздеріңіз форма келтіріп жасауларыңызға да болады. Қызып тұрған пешке печеньеларымызды салып пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет шығады және экономно сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Мен рецептім ұнады деген үміттемін. Каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!